Оспанхан Әубәкіров кездейсоқ махаббат. Кеше кешкілік екі қыздың әңгімесін естідік. Әй, бір кісі маған сөз айтты. Соңымнан қалмай өз айтты. Аты жөні кім екен? Фамилиясын сұрамадым. Аты какой-то Жұмекен. Институт бітірген, видимо, доцент, но орысша сөйлесе сплошной қазақбайский акцент. Отырсам бақылап, қызметі зор, 500 сом ақылады. Квартирам бар дейді центрде. Говорит, жармай қойдым кемпірге. Паркке бардық мойпату. Билетіндер ме? Куда с таким животом? Өзі сондай толстяк, как шекспирский Фальстаф. Да такой он чудак, кеше мұрны шулап, прямо мойныма асылды. Ерні бір кусок піскен ет секілді. Көзін жұмып алған, мойнымнан тістемек секілді. Мен так итеріп жібердім, что кекіріп жіберді. Айтады, қарындаш, шошымайық, давай қосылайық. Вот дура, ладно демедің бе? Саған осылайық. И так сама солай дедім. Уа, махаббат, соншама оңай ма едің?